Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізде қазақ тіл сабағы 118-ші сабақты ашайық. Бүгінгі сабағымыз сын есім. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сын есімді сұрақ қою арқылы анықтау. Олай болса, өткен сабағымызды пысықтап жіберейік. Сөз таптарын ата. Зат есім дегеніміз не? Етістік дегеніміз не? Етістік құрамына қарай нешеге бөлінеді? Дара етістік дегеніміз не? Күрделі етістік дегеніміз не? Сын есім дегеніміз не? Жақсы, олай болса, оқулығымызды ашайық. 66-шы жаттығу мәтінді көшіріп жаз. Дәптерімізді де ашайық. Бүгінгі күннің жадын жазайық. 24-ші сәуір. Бүгінгі біздің сабағымыз 118-ші сабақ деп жазайық. Олай болса, мәтінді алдымен оқиын. Ертіс үлкен өзен. Оның бойында сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Балалар, мен не оқыдым? Мәтін. Ал осы мәтінге қандай тақырып қояр едіңдер? Ертіс өзені. Жарайсыңдар. Жақсы, енді мәтіндегі сын есімдерді табайық. Мен сендер үшін міне қызылмен белгілеп қойдым. Ертіс қандай өзен? Үлкен. Олай болса, оқушылар, астын ирек сызықпен сызып, үстіне қандай деген сұрақты қоюды ұмытпайық. Оның бойында қандай қалалар салынған? Сәулетті. Дұрыс айтасыңдар. Астын сызайық және үстіне қандай сұрағын қояйық? Ертіс жағасының топырағы қандай? Құнарлы. Құнарлы сөзінің астын ирек сызықпен сызып, үстіне сұрағын қояйық. Қандай өнім береді? Мол өнім. Дұрыс айтасыңдар. Мол сөзінің астын сызып, үстіне сұрағын қояйық. Ал енді оқушылар, олар қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Қандай өзен? Үлкен өзен, яғни өзен сөзімен. Өзен қандай сөз табы? Зат есім. Ары қарай, сәулетті қалалар. Қандай қалалар? Сәулетті қалалар. Қалалар сөзімен байланысып тұр. Олай болсақ, кәдімгідей байланысын көрсетіп астынан сызамыз. Ертіс жағасының құнарлы топырағы. Қандай топырағы? Құнарлы топырағы. Топырағы сөзімен байланысып тұр. Бұл жерде топырақ сөзінен алынған. Яғни бұл да зат есім екен. Мол өнім. Қандай өнім? Мол өнім. Яғни өнім сөзімен байланысып тұр. Яғни зат есім кім не, кімдер нелер сұрағына жауап береді. Жақсы. Олай болса, Ертіс өзенін қарайықшы. Мен суретке көрсетіп қойдым мына жерде. Қараймыз. Ертіс солтүстік мұзды мұхит алабында жатқан өзен. Об өзенінің сол жақ саласы. Қазақстан жерінде Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстары арқылы ағады. Ұзындығы 4248 километр. Бірақ Қазақстан жерінде 1698 километр ғана бар. Ал қалған бөлігі Ресей жақта орналасқан. Ресей мемлекетінде орналасқан екен. Жақсы, түсінікті ғой, Олай болса, келесі тапсырмамызды өтеміз. 67-ші жаттығу. Сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт дейді. Жақсы, ауызша орындайық. Міне, тақтай, дала, көл. Бұлар не, оқушылар? Зат есімдер не деген сұраққа жауап береді? Енді үлгіге қараңдар. Қандай тақтай? Жалпақ. Қандай тақтай? Қалың тақтай. Қандай тақтай? Тегіс тақтай. Яғни зат есімнің қасына сын есім жазылған. Енді бізде мына келесі тапсырманы осылай орындаймыз. Дала қандай? Дала жасыл. Дала қандай? Дала қандай болады дағы? Кең. Дала қандай?
таза. Өздеріңіздің ойлаған сөздеріңіз болса, айта беріңіздер. Ары қарай келесі. Көл. Көл қандай? Көл қандай? Тұщы. Көл қандай? Көл қандай? Тағы да ойланамыз. Қандай болады көл? Салқын. Салқын. Және қандай болады? Ойланайық, оқушылар. Ойланайық, үлкен. Көл үлкен. Жақсы. Оқушылар, мінекей. Немесе көл терең деп те жазуға болады. Таяз деп жазуға да болады. Жақсы. Олай болса, ары қарай кеттік. 69-шы жаттығу. Дәптерімізге жазайық. Көп нүктенің орнына мағынасы сәйкес сын есімдерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мінекей 3 сөйлем берілген, бірақ араларында сөздер жоқ екен. Үлкен бастар, қалай ойлайсыңдар? Кім қостар? Кіші қостар. Ал жазайық. Кіші деген сөз жазайық. Мақта жеңіл, тас қандай болады? Ауыр. Пияздың дәмі ащы, қанттың дәмі қандай болады? Тәтті. Жақсы, оқушылар жазып болса, енді мына сөздерге мән берейік. Қалай ойлайсыңдар? Үлкен, кіші, жеңіл, ауыр, ащы, тәтті. Бұлар қандай сөз табы? Сын есімдер. Бұлар қандай сұраққа жауап береді? Қандай деген сұраққа жауап береді. Ал қалай ойлайсыңдар? Үлкен, кіші, жеңіл, ауыр, ащы, тәтті. Тағы ойланып көрейік. Нені білдіріп тұр? Яғни қандай сөздер бұлар? Қарама-қарсы сөздер. Яғни бұларды қандай сөздер дейміз тағы да? Антоним сөздер дейміз. Жалпы сөздер 3-ке бөлінеді. Яғни антоним, синоним және амоним сөздер. Есімізге түсірейік, оқушылар. Жақсы, олай болса, келесі беттегіні ашайық. 94-ші беттегі 1-ші жаттығуды қарайық. Өлеңді жатқа жаз. Жаттап алып жазуға болады. Оқимын. Төскейден жел еседі, төбемнен бұлт көшеді, туған жерім мен үшін көк майсасын төгеді. Жазған Есентай Ерботин. Ал енді оқушылар, бізге мынандай сұрақ қойыпты. Етістіктердің қай сөзден байланысып тұрғанын сызбамен көрсет. Ал енді етістік дегеніміз не? Есімізге түсірейікші. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табын етістік дейміз. Қандай сұрақтар қойылады? Не істеді, не қылды, қайтты? Олай болса, етістіктерді тауып алайық. Төскейден жел не істейді? Еседі. Төбемнен бұлт не істейді? Көшеді. Туған жерім мен үшін бар ма? Жоқ екен. Көк майсасын қайтеді? Төседі. Мінекей, мына жерде төседі. Ал енді етістікті таптық. Ал етістік қай сөзбен байланысады? Сызбамен көрсет дейді. Ал сендер сызбамен көрсетесіңдер. Төскейден не еседі? Жел еседі. Мінекей, жел сөзімен байланысады. Төбемнен бұлт көшеді. Не көшеді? Бұлт көшеді. Көк майсасын төседі. Қай сөзбен байланысады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Майсасын. Несін төседі? Майсасын. Байланыстырып көрсек, те жақсы. Олай болса, үйге тапсырма 94-ші беттегі 3-ші жаттығуды аласыңдар. Және ережелерді түгел қайталайсыңдар. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.